Функцияны қалай қолданамыз? Бағанағы жазған мына формуламыз. Бұл әрбір ұяшықты жеке-жеке теріп отыру керек. Ал егер біз бұл ұяшықтар жеке-жеке терген формуланың орнына функцияны қолдансақ, ол әлдеқайда жеңіл болады, және мына формулаға қарағанда ол қысқа жазылады, қысқа ұсынылатын болады. Қалай орындаймыз? Мысалға, мен осы мәліметтерді алып қасына бастырайын да, мына жерге бір функцияны жазып көрсетейін сіздерге. Ол да қосындыны есептейді. Бұны математикалық функциялар дейді. Функцияларды әрқашан тең таңбасынан бастап жазылады. Бұл жері формулаға ұқсайды. Функция суммирование, яғни қысқаша сум деп аталады. Және де функцияның мәндері әрқашан жақшаның ішіне жазылады. Сіз функцияның аталуын жаза бастасаңыз, Excel автоматты түрде сол функция туралы сізге көмек бере бастайды. Функцияның аталуы туралы, жазылу тәртібі, форматы бойынша. Мен міне функцияның аталуын жаздым, сумма, жақшаны аштым. Енді жақшаның ішіне қайсы ұяшықтардағы мәндерді суммалайды, соны көрсетуім керек. Ол үшін тиісті ұяшықтарды тінтуірдің сол жақ пернесімен басып, жібермей ұстап тұрып көрсетемін. Байқасаңыздар, ең алғашқы басқан ұяшығым E2, одан жылжытсам, келесі ұяшыққа қарай ауысып жатыр. Яғни қазір біз суммаланатын ұяшықтардың диапазонын, аймағын көрсетіп жатырмыз. Яғни E2 ұяшығынан бастап, E10 ұяшығына дейінгі аралықты осы аймақтағы сандарды суммалайды. Формула жазып болған соң, функцияның соңы жабық жақшамен аяқтаймыз. Енді перне тақтадан Enter пернесін басамын. Нәтижесі 870. Мынау бағанағы қолмен есептеген нұсқа, ал мынау біздің функциямыздың нұсқасы. Байқасаңыздар, функция қолданған бұл жерде тиімді. Және қолданып нәтижесін шығарғанға да тез жазылады, қысқа жазылады. Келесі функция, мысалға, біз қолданып жүрген араб сандарын рим сандарына ауыстыратын мысал. Сіздерге қызықты болады шығар, осыны көрейік. Өзі рим сандарын ауыстырғаннан кейін де функцияның атауы да солай. Римская. Жақшаны ашамын, қажетті ұяшықты көрсетемін, жақшаны жабамын. Нәтижесінде араб санымен жазылған 4 деген санды C2 ұяшығына рим саны үлгісінде жазып береді. Енді осыны басқа сандарға қолданып көрейік. Ол үшін копировать, келесі ұяшыққа ставить. Мысалға 56 саны міне мынандай. Яғни мұнда L 50-ді білдіреді, 5 пен 1 6-ны білдіріп тұр. Дәл өстіп келесі ұяшықтарға бастырсақ болады. Мысалға қараңыздар, 568 деген сан, 870 деген сан рим саны түрінде. Мынау 60, 50 мен 10. 50-ге 10-ды қосады да 60 шығып тұр. Осындай мысалдар істеуге болады.